Қордай ауданының әкімі бүгін кезекті рет азаматтармен кездесті. Аймақ басшысының қабылдауына келгендер түрлі мәселені көтеріп, түйіннің тарқауын сұраған. Халық пен билік жиынына біздің өкіліміз де қатысып қайтты. Жеке қабылдауға келген әрбір тұрғынның арызы мен мұң-мұқтажы тыңдалып, аудан әкімі оларға жауап берді. Солардың бірі Нұрсанат Омарова, 5 баланың анасы, әкім алдына тұрғын үй мәселесімен келген. Тұрғын үй мәселесіне өте мұқтаж болып тұрмын. Участке тұрған кезде жолдасым бар болған, қазіргі таңда 9 ай болды, жолдасымен араласып кеттік. 2025 жылы неге алаяқтарға тап болдым. 9 миллион 327 мың теңгеге жұмыс істеген, өзім білімім жоғары. Осы мәселе бойынша жолдасыммен айырылыстым. 5 балам бар. Кезде үйім бар оған. Үйім болғанда енді жолдасым үй болды. Енді қазір бізде үй жоқ. Мәселені мұқият тыңдаған аудан әкімі заңды талаптарды түсіндірді. Кезегіңіз келеді, отбасы банк сізге үйді береді. Кезегіңізге қарай заң талабына сәйкес. Газ тұтынуға келісімшартқа отырасыз. Электр жарығын тұтынуға келісімшартқа отырасыз. Сөйтіп, сіз сол үймен пайдаланасыз. Мемлекетке ең төмендетілген жаңағындай арендасын төлейсіз. Кезегіңіз келмей, біз сізге үйді беруге құқығымыз жоқ. Қабылдау барысында тұрғындар жер, тұрғын үй, жол және әлеуметтік мәселелер бойынша өтініштерін жеткізді. Ал қаракемерлік қариялар жеке бастың емес, елдік мүддемен келген. Ауылда ерікті өрт сөндіру жасағын құрмақшы. Демеушілер есебінен құрал-саймандар сатып алып, оны сақтайтын нысан салмақ екен. Сұраныстары қоймаға жер бөлінсе дейді. Жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстарына да халықтық бақылау жүргізсек деп өтінді. Сонымен қатар олар жол бойындағы су арналарының да жайын тілге тиек етті. Бастамашылық ақсақалдарға да аудан әкімі ризашылығын білдіріп, жергілікті билік тарапынан заң шеңберінде барлық қолдау көрсетілетінін жеткізді. Кез келген құрылыс мына нелерінде, объектілерінде тұрғындарға өтініш тастайды. Бірге қараңыздар, өйткені мемлекет сондай көп қаражат бөліп жатыр. Мысалы, сол жолдың өзіне 1 миллиардқа жуық қаражат бөлінді. Мысалы, әрине оның сапалы болғаны бәрімізге тиімді. Ертең ол кәсіпкерлер жұмысын атқарып кетеді. Қолданатынбыз. Сол үшін өз тұрғындар тарапынан жаңағындай барып жанашырлық көрсетіп бірге істесеңіздер ешқандай мен қарсылығым жоқ. Көтерілген мәселелер хаттамаға енгізіліп, оларды шешу жауапты бөлімдерге жүктелді. Аудан әкімі әрбір өтініштің орындалуы жеке бақылауда болатынын айтты. Нұрбақыт Мұсатилалы, Еркебұлан Болатұлы, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.